Егер үш құрамдасты интеграцияланған жүйе 2019 жылдың соңында енгізілсе, онда 2019 жылғы барлық салық жеңілдік бойынша есептеле ме? Әлде жеңілдік үш құрамдасты интеграцияланған жүйені қолданған кезден бастап күшіне ене ме? Салық кодексімен күнтізбелік жыл ішінде есептелген жеке табыс салығының сомасы 60 000 теңге сомасына, бірақ есептелген салық сомасының 50%-ын асырмай азайтуға қарастырылған. Бұл ретте аталған норма 2019 жылдан 2021 жылды қоса алғанда қолданыста болады. Егер үш құрамдасты интеграцияланған жүйе 2019 жылы сатып алынып орнатылса, аталған азайту жеке кәсіпкерлермен орнатылған декларацияда аталған жүйенің орнатылған жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың екінші жартыжылдығында, ал патент бойынша патент құнының кезекті есеп қисабында немесе қосымша есеп қисабында көрсетіледі. Үш құрамдасты интеграцияланған жүйені орнатып, орнатылған декларацияны қолданудың қандай артықшылығы бар? Біріншіден, орнатылған декларация қолдану үшін шекті кіріс мөлшері 60,7 миллион теңгеден 237,6 миллион теңгеге ұлғайды. Екіншіден, қосылған құн салығы бойынша шек 30 000 айлық есептік көрсеткіштен 144 184 айлық есептік көрсеткішіне өсіп, яғни 75,7 миллион теңгеден 364,1 миллион теңгеге өсті. Алайда аталған ұлғаю тек қолма-қолсыз түрде жүргізілетін айналымдарға таралатынына көңіл аудару қажет.